қазақ тілі деген сабақтардың топтамасын бастаймыз. Бұған дейін академия сабақтары аясында тіл және сөйлеу, бастауыш мектеп деген әрқайсысы 6 сабақтан тұратын топтамалар болған. Мынау соның жалғасы. Бұл да 6 сабақтан тұрады. Қазір біз функционалды білім дегенді көп айтамыз, жиі айтамыз. Ақаң оны жалпыға бірдей тегіс керек білім дейді. Орта мектептегі қазақ тілі баланың келешек өміріне азық болатын нағыз функционалды білім беретін пән. Ол дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға үйретеді. Ал жазу мен сөйлеу бәрімізге тән. Бұл өмірде жазбайтын, сөйлемейтін адам жоқ. Тілші, әдебиетші, журналист қана жазбайды. Бәріміз жазамыз, бәріміз сөйлейміз. Мектептегі оқушыны дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға үйрететін, яғни функционалды білім беретін пән болғандықтан, қазақ тілі мектептегі пәндердің ішіндегі негізгі пән болып табылады. Қараңыз, біріншіден қазақ тілі нағыз керек білімді, яғни сөйлеуді және жазуды үйретеді. Екіншіден, ішінара ғана емес, жалпыға керек білімді үйретеді. Жоғарыда айтқанымыздай, бәріміз сөйлейміз, бәріміз жазамыз. Қазақ тілі осыған үйретеді. Әрине, мектептегі барлық пәндер баланың болашағына керек білімді үйретуге міндетті. Бірақ жұрттың бәріне тегіс керек білімді тек қазақ тілі ғана үйретеді. Өйткені ол сөйлеуге және жазуға үйретеді. Физик, химик, математик болуы баланың барлығының екіталай, ішінара ғана болады. Ал бірақ сөйлемейтін физик, жазбайтын математик болмайды. Жалпы орта мектепте қазақ тіліне бөлінген сағаттың саны мынандай екен. Бұнда қазақ тілінің сағат саны әліппеден бастап қоғамдық бағыттағы 11 сыныпқа дейін алынған. Бұл аз, меніңше аз. Мұның жеткіліксіз екендігін, аз екендігін, қоғамда лингвистикалық білімі жоқ, дұрыс сөйлей алмайтын, сауатты жаза алмайтын адамдардың көптігінен байқаймыз. Бұған әрине жаңартылған бағдарламаның да кінәсі бар. Ол туралы келесі сабақта баяндаймыз.